Дүкен ашатындар, бер қараңыздар. Сауда істеп жүргендер, дүкен ашқандар, біз жұмыс барысында мына бірнеше түйінге көңіл бөлуіміз керек. Бұның біріншісі чаңбен. Бұны біз өзіндік құн дейміз. Ал енді әрбір жұмыстың сөзсіз түрде өзіндік құны болады, чаңбен де болады. Яғни біз белгілі бір жұмысқа қаржы қоспақшы болсақ, осыған қанша ақша кетеді деген нәрсе, осы заттың қандай чаңбені. Немесе белгілі бір заттың жасалып шығуына кеткен ақша чаңбен деп аталады. Ал енді сауда істеу барысында екінші бір дүние болады, оның атын лирун деп айтамыз. Лирун деген нәрсе не? Бұл пайда. Көптеген адамдар осы пайданы қалай есептеуді біле бермейді. Енді мейлі сауда істеңіз, мейлі отбасында болыңыз, үшінші бір түйін болады. Ол нәрсені біз жычу, яғни шығын дейміз. Бір серіктіктің, немесе бір дүкеннің, немесе бір отбасының дамуындағы ең басты түйіндердің бірі осы шығын. Егер сіз шығынды тежей білмейтін болсаңыз, онда сөзсіз түрде қайтеді, сіздің пайдаңыз азаяды. Сондықтан оны жин лирун деп айтамыз. Таза пайда дейміз. Енді көптеген адамдар осы жердегі пайда, таза пайда және шығын арасындағы қарым-қатынасты біле бермейді. Сондықтан жұмыс жасау барысында өте көптеген қиындықтарға ұшырап жатады. Ендеше біз осы жағында бұйырса алда тіпті де кең көлемде таныстыру жасайтын боламыз.